Қазақ көкпаршылары шекара асып Өзбекстанның Бұхара қаласына жетті. Бұнда ұлттық спортымыздан халықаралық турнир өтеді. Әзірге қатысушы командалардың нақты саны белгісіз. Белгілісі Моңғолия, Тәжікстан, Ауғанстан, Қытай сияқты елдердің өкілдері болады деп жоспарланып отыр. Бұған қоса жарыстың басты фавориттері Қазақстан және Қырғызстан құрамалары бақ сынайды. Соңғылары тіпті өздерінің аттарын да апарады. Халықаралық турнирге бас бапкер Нұрдәулет Момынов жас жігіттерден құрама жасақтады. Оның ішінде Қуаныш Кәден, Ерғалым Жақсылық, Ернат Мәлімбай, Елдос Асыл, Нұрдәулет Әлімбек және Жанболат Ақбай сияқты жігіттер бар. Бас аяғы 12 көкпаршы ел намысын қорғайды. Халықаралық турнирдің өзі 27 және 29 наурыз аралығында болады. Яғни бүгін мандаттық комиссияның отырысы ұйымдастырылады және жеребе тарту рәсімі өтеді. Ал ертең негізгі ойындар басталады. Өзбекстан мемлекетінде өтетін халықаралық қолда үлкен дүбірлі дода өз жерге жаңа Қырғызстан мемлекеті атпен келеді деп отыр. Тәжікстан мемлекеті өз атымен келеді деп отыр. Ол жарысында өте маңызы зор. Өз жерге де жаңағы екінші құраманы жасақтап отырмыз. Сол жерден негізгі сол жас балдарды өзім ойымда жүрген, түйіп жүрген балдарды сол жерге қойып жатырмын. Сол жерде өз-өзін жоғалтпай жақсы өнер көрсететін болса, келешекте олар ұлттық құрамаға шақырылып алады.